Құрметті достар, бөлінгіштік белгілерді есімізге салайық. Бірінші белгі, натурал санның соңғы цифры 2-ге бөлінетін болса, санның өзі де 2-ге бөлінеді. Мынандай санды қарастырайық. 45.238. Оның соңғы цифры 8. 8 қалдықсыз 2-ге бөлінеді. Сондықтан берілген де сан 2-ге бөлінеді қалдықсыз. Келесі белгі 3-ге бөлу. Егер натурал санның цифрларының қосындысы 3-ге бөлінсе, қалдықсыз, онда санның өзі де 3-ге бөлінеді. Берілген сан 836.595. Тексерейік. Бөлінемі осы сан 3-ге. Цифрлардың қосындысы 36-ға тең. 36 3-ге бөлінеді қалдықсыз. Сондықтан берілген сан да 3-ге бөлінеді қалдықсыз. Енді 4-ге бөлеміз. Егер натурал санның соңғы 2 цифрларынан құрылған сан 4-ге бөлінетін болса, санның өзі де 4-ге бөлінеді. Мынандай санды қарастырайық. 3729. Соңғы цифрлар 2-да 9, 29 4-ге бөлінбейді. Қалдығында 1 шығады. Сондықтан берілген сан да 4-ге бөлінбейді. Мынандай сандардың соңғы 2 цифрлардан құрылған сандар 4-ге қалдықсыз бөлінеді. Яғни сандардың өздері де 4-ге қалдықсыз бөлінеді. Енді 5-ге бөлуді қарастырайық. Натурал санның соңғы цифры 0 немесе 5 болса, онда санның өзі де 5-ге бөлінеді. Мына келтірілген сандар бәрі 5-ге қалдықсыз бөлінеді, себебі соңғы цифрлар 0 немесе 5. Мынау сандар 5-ге бөлінбейді қалдықсыз, себебі соңғы цифрлар 0 емес, 5 емес. Енді 8-ге бөлінгіштікті қарастырайық. Егер соңғы 3 цифрларынан сан 8-ге бөлінетін болса, онда берілген санның өзі де 8-ге бөлінеді. Берілген сан 65.732.136. Соңғы 3 цифрлар 136-ны береді. Ол 8-ге қалдықсыз бөлінеді. Сондықтан берілген сан да қалдықсыз 8-ге бөлінеді. 9-ға бөлу бөлінгіштік белгісі дәл 3-ге бөлу сияқты. Егер натурал санның цифрларының қосындысы 9-ға бөлінсе, онда санның өзі де 9-ға бөлінеді. Мынандай санды қарастырайық. 43.905.672. Цифрларының қосындысы 36-ға тең. 36 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Сондықтан берілген сан да 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Енді мынандай тестті шешейік. Бірнеше сандар берілген. Олардың арасында 6-ға бөлінетін сандарды табу керек. Бөлгіш 6. 6-ны 2 көбейту 3-ке деп жазуға болады. Осындай тәсілмен есепті шығарғанда қажетті түрде бөлгіштің көбейткіштері өзара жай болу керек. Яғни олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болу керек. Бізде дәл солай. 2 мен 3-тің ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Сонымен сан 6-ға бөлінетін болса, ол қажетті және жеткілікті түрде 2-ге де 3-ге де бөліну керек. Енді 2 мен 3-ке бөлгіштік белгілерді пайдаланамыз. Бірінші сан 391. Соңғы цифры 1. Ол 2-ге бөлінбейді. Сондықтан бұл сан 6-ға да бөлінбейді. Екінші санға ауысамыз. 2804. Соңғы саны 4, 2-ге бөлінеді. Сондықтан бұл сан 2-ге бөлінеді. Енді 3-ке тексереміз. Барлық цифрлардың қосындысын есептегенде 14. 14 3-ке бөлінбейді қалдықсыз, қалдығы 2-ге тең. Сондықтан бұл да сан 6-ға бөлінбейді. 57.120-ны тексереміз. Соңғы цифры 0, 2-ге бөлінеді. Енді қосындысын есептейміз цифрларының. Ол 15 болып шықты. 15 3-ке бөлінеді қалдықсыз. Сондықтан бұл сан 6-ға бөлінеді. Бөлгенде 9520 шығады. Соңғы санды да дәл осылай тексеруге болады.